Қайнаған жұмыртқа несімен пайдалы? Қайнаған жұмыртқа қарапайым тағам емес, ағзаны қоректендіретін және қалпына келтіретін күшті өнім. Ол көптеген аурудың алдын алуға көмектеседі. Кейбір жағдайларда табиғи ем ретінде де қолданылады. Қайнаған жұмыртқаның емдік пайдасы. Асқазанды қорғайды. Жұмыртқа ағуысы асқазанды қышқылдан қорғайды, жеңіл сіңеді. Әсіресе гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға пайдалы. Тек қатты пісірілгені емес, орташа қайнаған түрі жақсы. Бұлшық ет пен тіндерді қалпына келтіреді. Бұлшық ет массасын күшейтетін толық ақуыз көзі. Жара жазылу, операциядан кейінгі қалпына келу кезінде пайдалы. Ми мен жүйке жүйесін қоректендіреді. Холин атты зат жүйке жүйесі ұштарын қорғайды. Есте сақтау мен зейінді жақсартады. Альцгеймер мен есте сақтаудың нашарлауының алдын алуға көмектеседі. Көзге өте пайдалы. Глютеин мен зеаксантин көз торын қорғап, көздің нашарлауын азайтады. Компьютермен жұмыс істейтін адамдарға жұмыртқа жеу ұсынылады. Қан түзілуін қолдайды. Темір, В12 дәрумені, фолий қышқылы қанның дұрыс түзілуіне ықпал етеді. Анемия кезінде жұмыртқа пайдалы, әрі оңай қорытылатын өнім. Сүйек пен тіс үшін маңызды. Д дәрумені, фосфор мен кальций сүйек тығыздығын сақтауға көмектеседі. Балалар мен егде жастағы адамдарға қажет. Тері мен шашқа жақсы әсер етеді. А дәрумені, биотин және ақуыз тері мен шаш жасушаларын нәрлендіреді. Безеу, анемия, шаш түсу кезінде диетаға қосу ұсынылады. Жұмыртқаны қалай тұтынған дұрыс? Орташа қайнаған түрі, жартылай сарысы жұмсақ, дәрумендер көбірек сақталады. Таңертең аш қарынға 1-2 дана жеу ұзақ уақыт тоқ жүруге, энергия беруге көмектеседі. Кімге болмайды? Жұмыртқаға аллергиясы бар адамдарға. Холестерині жоғары адамдарға күніне 1 данадан артық емес. Жұмыртқаның сарысы холестеринге бай. Бауыр аурулары кезінде көп жұмыртқа жеуден бұрын дәрігермен кеңес алу керек. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.